Халқымызда ежелден-ақ ұлттық тағамдар қатарында талғанның орны ерекше болған. Күш беретін құнарлы тағам ғана емес, емдік қасиеті мол азық. Әсіресе балаларға, жүкті әйелдерге, қарт кісілерге пайдасы зор. Ғалымдардың айтуынша, күніне 200 грамм талқан жеген адам қан аздығы ауруынан толығымен айығады екен. Ертеде ата-бабаларымыз талқанды сусамыр дертін емдеуге де пайдаланған. Талқан күш-қуат берумен қатар қартаю үдерісін баяулатады дейді. Талқан сіңімді әрі дамды, ыстық су құй да жей бер. Сүтке пісір де балаға бер. Талқан қуырылған бидайдың арпадан, жүгеріден ұнтақтап дайындалады. Ерте кезде талқан дайындаудың екі тәсілі болған. Бірі қол диірменге тарту, екіншісі келіге түйу. Екі тәсілмен дайындағанда талқанның майдаланбай қалып қоятын түйіршектері болады. Оны талқанның сағы дейді. Талқанның сағын бөліп алу үшін жайпақ табаққа салып екшейді. Сонда сағы талқанның бетіне бөлініп шығады да ұнтағы астында қалады. Бетіндегі сақты алып тастай отырып талқанның ұнтағын бөліп алады. Талқан аса дәмді әрі құнарлы тамақ. Оны майға, кілегейге, қаймаққа араластырып жеуге, шайға салуға да болады. Талқан салған шай қою болады, әрі тез суиды. Оны жентке қосады. Талқаннан әзірленетін тамақты сарталқан немесе май талқан деп атайды. Сарталқан дайындағанда талқанды қойдың құйрық майына немесе жылқының майына араластырып, баяу жанған отқа құйып қуырады. Талқанды құмшекер салып дастарханға құрғақ күнге қоюға да болады. Оны кебегі көп тазартылмаған бидай ұнынан әзірлеуге де болады. Бидаймен қатар тардан да, аусақтан да, яғни күріштен де талқан жасауға болады. Ол үшін аздап май жағылған қазанға шақтап ұн салып, ақырындап қуырады. Қуырылып қызыл күрең тартқан ыстық талқанға сары май және құмшекер қосады. Сонда ол дәмді болады. Оны балалар да сүйсініп жейді. Талқаннан майға, кілегейге, сүтке араластырып жеуге болады. 1 килограмм талқанға міндетті түрде 200 грамм шекер және 200 грамм май қажет болады. Талқанды әсіресе біздің Қазақстанда ораза кезде көптеп қолданады. Себебі талқан адам асқазанына жеңіл тиіп, тоқтықты береді. Және адам ағзасына өте пайдалы. Адам ағзасындағы гемоглобинді жақсы көтеріп, ораза кезіндегі адамның әлсіреуіне жол бермейді. Видеомды соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.